елім дегендер қамын жегендер. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жамбыл Шекербекұлы рахматулла. Өздерін оппозициялық партия деп атайтын Ақ Жол партиясы негізіне келер болсақ, Арчалықтар партиясының мүшесі, құрметсіз халық қалаулылары Смақ Дания өзін президенттікке үміткер ретінде жариялапты. Өзінің жобасында Қазақстан халқының 52% әйелдер, сол әйелдердің сөзін сөйлеп, соларды ойлаймын депті. Алайда бұған дейін бұл халық қалаулы Смақтың аузына кім қақпақ болып, кім тосқауыл қойғаны маған беймәлім. Өйткені әйелдерді 60 жасқа дейін жұмысқа жегеміз дегенде әріптестері бұл халық қалаулы Смақтың аузынан апаларымызды қорғайтын бір ауыз сөз де шықпады. Себебі бәрімізге де айқын, Дания ол кездерде 58 жасыма дейін ай сайын ауадан миллион теңге тауып отқаным жақсы ма, әлде 60 жасыма дейін ба деп ойланған болатын. Енді әйелдерді ойлап қалыптымыз. Аузынан шыққан әрбір сөз күлкілі, алайда ішіндегі ең күлкілісі ғасырлар бойы елді, жерді, ұлтты қорғап келе жатқан ерлерге сөз тигізіпті. Қылмыскерлік, парақорлық ерлерден, ал әділдік әйелдерден депті. Мен ешқашанда бөлінбегем, өйткені анам бар, әжелерім бар, қарындас әпкелерім бар. Бәрін құрметтеймін, сыйлаймын, сүйем. Алайда құрметсіз халық қалаулы Смағына әр затты өз атымен атасын деп бұйырам, талап етем. Парақорлар ол Нұр Отан партиясы 2014 жылдың 7 айында 25 мың мүше анықталғанын және олар Нұр Отан партиясының қатарынан шыққандығын Бауыржан Байбек сол кезде айтқан болатын. Әр нәрсені өз атымен атаңыз, олардың ішінде әйелдер де бар. Статистиканы Бауыржан Байбектен алып сұрасаңыз болады. Ағайын, биылғы сайлаудың сценарийі жазылып қойған. Бұндай комедия, сайқымазақтықты әлі талай көреміз. Әрқайсымыз эмоцияға берілмей, бұндай алаяқ сайқымазақтардың арбауымен жүрмей, өзіміз саралап, әділ ойлана білейік. Құрметпен Жамбыл Шекербекұлы рахматулла.